Итак, что же Сонымен делать, құқық қорғау когда органдарымен проблемы проблемалар столкновения? туындаған кезде не істеу керек? Вот у них Олардың есть такая тәжірибесінде жұма күні жұмыс практика, аптасы такое аяқталып, кешке желание қарай демалып жатқанда в пятницу вечером, когда сізді уже все тергеуге немесе расслабились, полиция бөлімшесіне они апарып қандай да берут бір и жауап алғысы келеді. выдергивают на какой-нибудь допрос или просто в отделение полиции. И что-то там хотят от вас. Что в этой Мұндай ситуации жағдайда не делать? істеу керек? Ну, конечно Әрине, же, әлбетте просто так шалынған қоңырау үшін задайте ешқайда на барудың обычному қажеті жоқ. звонку. Ресми Есть хабарлама деген бар. официальное Ресми уведомление. шақыру қағазын жіберсін. Қазір телефон дамыған заманда полиция қызметкерлері, прокурор және басқалар WhatsApp желісі тағы да басқа байланыс құралдарын пайдаланып хабарлама жіберуге құқылы. Бірақ жай ғана телефон шалып, сіздің шақырса, бұған келіспеңіз. Өйткені қазір полиция қызметкерлері мен прокурорлардың атын жамылған алаяқтар көп. Позвонили, пригласили, на это соглашаться не нужно, поскольку, тем более, сейчас еще и процветают всякие мошенники, которые кем только не притворяются, да, и полицейскими, и прокурорами в том числе. Так что Сондықтан оған сенудің қажеті жоқ. Бірден, жоқ, сіз алаяқ шығарсыз, мен сенбеймін деп ресми шақыру жіберуді талап ету керек. Ресми шақыру жібергенде ең алдымен қай жерде, қандай мекен-жайға, қай уақытта келу керектігін нақты көрсетеді. Шақыру қағазын алдын ала жіберу керек. Бұл жай ғана сізге қоңырау шалып, сіз 1 сағатта сонда болуыңыз керек деген сияқты емес. Сіз онда не болатынын білмейсіз. Кешіріңіз, мен бара алмаймын. Менің басқа жоспарым бар. Көңіл күйім нашар, басым ауырып тұр және тағы басқа дейсіз. Сонымен қатар, хабарламада сізді қандай мәселе бойынша кім ретінде шақырып жатқанын жазады. Яғни сіз не үшін шақырылғаныңызды біліп, қандай да бір алдын ала заңгерлік кеңес ала аласыз. Жалпы сіз әрбір азамат құқық қорғау органдарына шақырылғанда келуге міндетті. Бірақ бойыңызда үрей, қорқыныш болмас үшін дайын болуыңыз керек. Но уже хоть как-то будете подготовлены, чтобы было не так страшно. Қорғау орган қызметкерлерімен мұндай бірінші кездесуде сіздің міндетіңіз қандай? Менің кеңесім сіздің стратегиялық мақсатыңыз. Задача какая должна быть, такая целевая, стратегическая ваша. Ештеңе айтпай, олардан мүмкіндігінше көбірек ақпарат алу. Максимум получить информацию от них. Яғни, олар сізден не сұрағысы келеді, соны білу. Сіздің де құқыңыз бар. Тоже имеете право, будем так говорить. Әрине, егер сізден ресми түрде куәгер ретінде жауап алынса, куәгер ретінде жауап беруден бас тарту қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады. Бірақ мұнда бірнеше нұсқа бар. Сіз, мен куәлік беруден бас тартпаймын, бірақ қазір бере алмаймын дейсіз. Неге? Ең алдымен, мен бәрін тыныш жерде еске түсіруім керек. Үйде компьютерден барлық ақпаратты оқуым керек дейсіз. Прочитать вот ту всю информацию. Вы же журналист. Сіз журналистсіз. Әдетте, журналист пен блогерді олар қандай да бір ақпарат үшін, сіз жариялаған мақала немесе түсірген қандай да бір оқиға туралы сұрап, сол жерде біреуге қатысты бірдеңені қозғағылар келеді. Олар сізден сұрай бастайды. Сіз, кешіріңіз, мұның бәрі менің есімде жоқ. Жұмыс файлдарында мұқият қарап шығып, дайындалып келіп, бәрін айтып берем. Кешірім сұраймын. Мұндай болып басым ауырып тұр. Ойымды жинақтай алмаймын. Ұйықтау, демалу, таблетка ішу және демалуым керек дейсіз. Голова болит, мысли никак вот в голову не идут, сосредоточиться не можете. Вам нужно поспать, отдохнуть, выпить таблетку и успокоиться, и после этого вы придете, немесе күндізге сабырлы түрде олар сұраған нәрсенің бәрін жайбарақат айтып бересіз. Бұдан құқық қорғау органдары құтылмайды деп ойлаймын. А вы спокойно все, что надо, расскажете. Мұндай әдістерді біліп барынша қолдану керек. Егер олар, міне, сізге қатысты арыз түсті десе, онда қандай арыз екенін көрсетуді сұраңыз. Олар көрсетсін. Көрсетті. Оқыдыңыз. Суретке түсіріп алайын деңіз. Олар, бере алмаймыз дейді. Сіз қалай сонда? Міне, сіз мені таныстырдыңыз. Таныстырған екенсіз суретке түсіруге болады дейсіз. Бұл нәрсеге тыйым салынса, яғни бұл ақпаратқа қолыңыз жетпесе, олардың сізді таныстыруға құқығы жоқ. Егер сізді таныстырған болса, онда мәселе неде? Олар сізге неге бара алмайды? Әркімнің есте сақтау қабілеті әртүрлі. Мен есімде сақтай алмаймын деп айтыңыз. Мен есімде сақтай алмаймын, сондықтан оны фотосуретке түсіріп алуым керек.
содан кейін үйде қарап есіме түсіремін және мен не керек екенін ойланамын дейсіз. Кейде олар жақсы, өтінемін, мазмұнын жазыңыз дегенге дейін барады. Қалаймен жазуға болады, арызды да қайта жазуға болады, бірақ оны суретке түсіруге болмайды, логикасын түсінбеймін. Полицияға ерудің немесе сізді кім шақырғанын айтудың қажет жоқ. Егер сізден жауап алынып жатса, ешқайда кете алмайсыз. Сіз қазір қандай да бір айғақ беретініңізді түсіндіңіз. Айғақ беруден бас тартқаны үшін қылмыстық жауапкершіліктен қорқытады және не істеу керек деп қорқып отырсыз. Мен сізге айтайын. Конституцияның 77-ші бабы бар. Әр адамның өзіне қарсы куәлік бермеуіне мүмкіндік береді. Бұл жерде өзіңізге қарсы деген не? Негізінен, мен осылай әрекет етсем, бәрін өзіме қарсы етіп айналдырып аламын. Айтайын дегенім, егер мен куәлік бере бастасам, бұл менің өзіме қарсы болады. Олар, біз сіз туралы сұрамаймыз, біз басқа адам туралы сұраймыз деп айтады. Көрдіңіз бе? Мен басқа адам туралы сұрайтыныңызды білемін, бірақ сіз бәрін бұлай біріктіресіз. Соңында мен кінәлі боламын. Осылайша мен қазір өзіме зиян келтіретін айғақтар беремін. И тем самым получается, что я сейчас буду давать показания, которые навредят мне самому. Вот от этих показаний Конституция бұл айғақтарды беруден бас тартуға құқық береді. Яғни, ресми түрде қорқудың қажеті жоқ. Менің ойымша, сіз мені осы мәселелер бойынша сұрайтын айғақтар маған қарсы қолданылады және олар маған зиян тигізеді. Сондықтан мен бұл айғақтарды беруден бас тартуға құқығым бар деп айтасыз. Қазір сіз бас тартқаныңыз туралы ресми акт жасаймыз. Содан кейін біз сізді қылмыстық жауапкершілікке тартамыз дейді. Қорқудың қажеті жоқ. Акт толтырсын. Шынымен мен Конституцияның 77-ші бабы негізінде өзіме қарсы айғақтар беруден бас тарттым деп жазыңыз. Есте сақтаңыз. 2-7 болды. На основании статьи 77 Конституции. Запомнить легко, 2 семерки. Олар бұл фразаны жазды. Ал бұл сөз тіркесі сіздің куәлік беруден бас тартқаныңыз үшін жауапқа тартылуға мүмкіндік бермейтін сөздің қорғанысыңыз. Сіз адалдықпен қателесуіңіз мүмкін. Сіз бір жерде тым алыс кеттіңіз және бұл сізге зиян тигізеді деп ойладыңыз. Бұл қауіпті емес. Сіз қылмыстық жауапкершілікке тартылмайсыз, өйткені сіз өзіңіздің конституциялық құқығыңызды пайдаландыңыз. Мұны есте сақтауыңыз керек. Әрине, мұнымен қоса адвокатқа құқықты есте сақтаңыз. Сіз күдікті, айыпталушы емес, қорғалуға құқығы бар куәгерде емес, жай ғана куә болсаңыз да, адвокатқа құқығыңыз бар. Олар сізге біз сізден еш нәрсеге күдіктенбейміз. Бұл жай ғана куәлік. Сізге қандай адвокат керек дейді. Демек, куәгердің адвокатқа құқығы бар. Ал сіз дегенмен айғақ беруді шешсеңіз, адвокатсыз бере алмаймын дейсіз. Өз адвокатыңызға құқығыңыз бар. Егер олар сізге, бізде көрші кабинетте кезекші отыр, қазір біз оны шақырамыз. Ол сізбен бірге отырады. Демек, сізде адвокат бар десе, сіз жоқ. Мен бұл адвокатқа сенбеймін деңіз. Менің өз адвокатым бар. Айтпесе менің адвокатым кім болатынын достарым айтады. Мен тек сол адвокаттың қатысуымен ғана куәлік беремін. Только с тем буду давать показания, которому я доверяю. Сондықтан, кешіріңіз, бүгін өкінішке орай болмайды. Маған адвокатпен келіссөздер жүргізуге уақыт керек дейсіз. Бұл бәрін кейінге қалдыруға, тыңғылықты дайындалуға, кеңесуге жақсы себеп болады.